Сәлем достар, қалайсыздар? Достар, бүгін мен қыздарға мына краскалармен пранк жасамақшымын. Мына красканы білетіндеріңіз білесіздер, білмейтіндеріңіз болса, сіздерге айта кетейін. Бұл жай ғана 24 сағаттық краска, бұл бір-ақ күндік краска. Қыздар бұны Пендодадан заказ беріп жатқан кезде мен байқадым да, көрдім и түсіндім, что бұл кәдімгі краска емес, жай ғана челленджге, видеоға түсетін кезде, немесе Reels, тренд билейтін кезде блогерлер шаштарын түрлі түсті қылып осылай бояп алып түседі екен да негізінде. Бірақ ертесіне қарасаң шаштар қайтадан өздерінің шаштары болып тұрады. Бұл жуылмалы, жусаң кетіп қалатын. Сонымен қазір қыздарға шаштарымды бомба қылып краскілеп беремін. Олар шын краска деп мәз болып сеніп жүр. Қазір шаштарын бояйтын боламыз. Және соңындағы реакцияны көретін боласыздар. Ал түсіргенше түсіремін. Сәттілік деп қойыңыздар. Жансаян каналына тіркеліп, лайк басып, достарымызбен бізде қыздар шаштарын бояп көрмекші. Өткенде распаковкадан көрдіңіздер ғой. Пендодадан осындай краска алған болатынбыз, шаш бояйтын. Осыны сынап көреміз. Жақсы, жаман деген отзыв айтатын боламыз өздеріңізге. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Бірінші Аяладан бастайын деп жатырмыз шашын. Аяла, қай түсті таңдадың? Қалай бояйсың оны? Түсіндім. Ара-арасында қақалып қалдым достар. Айып етпеңіздер. Нема? Ара-арасынан былай. Майда нелерді бояп көреміз ба? Жарайды. Онда сәттілік көрейік. Жасылды таңдап тұр бұл қыз. Жасым жараспай қалса не істеймін? Жараспай қалса қайтарға жол жоқ. Жасыл шашпен жүресің жаз бойына. Жуылда мүмкін ғой? Мүмкін. Ал достар, біз бастайық. Қалған Жансая өзі түсіре жатар. Ал достар, мама үстіп бөліп жасап бояп жатыр, я? Бояп жатырмыз, бастайын деп жатырмыз. Бояған жоқпыз әлі. Ара-арасынан шығар дейді. Шашын қарасаң, шашын түсірсең не болып кетті. Ара-арасынан шығарып, соларды ғана боя дегеннен кейін арасынан бүйтіп буып алып шығара қояйын десем. Ондай дайын басқа кигіз қоятын резина жоқ енді. Салондағыдай прям. Ана резинаны кигіз қойып, арасынан шаштарды майдалап шығарады. Ондай затым жоқ. Достар, мына шашқа себіп аламыз. Мынау Аяла бояйтын краска. Әдейі прям жылтыр. Мынау көк краска. Білмеймін, бұған мен қайсына бояйын деп тұрмын ше. И мынау күлгін краска. Меніңше күлгін краска бояйтын сияқтын. Өзіме күлгін ұнайды. Күлгін түс. Прям жылтыр ойшы бұл. Көрейік. Изазем бірақ, Қана көрейікші. Сәттілік қызым. Достар, міне мама шашын әр жерлерінен алып, бояп жатыр ма? Күшті болып келе жатыр, Мәдейім. Көрмеймен көреміз. Камерадан анық көрмейтін сияқты. Достар, енді Жансаяның шашына кірісіп кетті. Жансая болса күлгінге бояйды. Жансая күлгін достар, енді Жансаяның шашын бояп атыр. Қызға ал достар деп қайта. Қызық болып атыр өздеріне. Жансаяның шашына жарасатын сияқты. Перчаткамен қиындап кетті сосын. Қолға қатты жұқпайтын сияқты теріге. Жансаянікі мынандай болып жатыр. Менікі қандай болғанын білмеймін. Жансая түсірді, бәрінде өзіміз көреміз қазір. YouTube'қа шыққанда. Болғаннан кейін бірақ түсірсеңдерші, не болды, шыдамсыздан кеттім деп бояп алайын деп, маспай бояп алайын. Менің шашым болса жасыл. Мен әлі өзімнікін көрген де жоқпын. Қызық болып отыр мен оған. Өзім шашым қатты қызық болып отыр ше. Ал достар, қанша біз 1,5 сағат, 45 минут емес, 1,5 сағат ұстадық. Енді осы жерде шашымызды жуып, послені көрсетпей жатып,
комментарийге жаза кетіңіздерші, кімдікі тура келеді екен. Мынау ұстады ма, шашы күлгін түске бояла ма, жоқ сумен қосылып жуылып кете ма? Менің ойымша білмеймін, Жансая мынау ұстамайтын сияқты. Жансая что-то мынау не емес сияқты, өтірік сияқты десем соған өкпелеп тұр ғой қазір. Достар, сәттілік. До и после көрсетеміз деп сіздерге уәде бергенбіз. Оригинал болса да, жоқ өтірік краска болса да шынайы айтамыз деген болатынбыз. Ал жуып алайық, айтамыз. Достар, қыздардың шашын жудық. Мына красканың бәрі төгіліп, шашылып, ваннан бәрін бүлдіріп жуып болдық. Достар, ожидание и реальность болды. Ешқандай да күлгін түске боялған жоқ мына краска. Достар, қыздарды жылатып алдым, пранк жасаймын деп, шаштарыңды краска ұстаған жоқ деп тұрсам, екеуі бірден жылап. Іштей сездік, сіздің бізге пранк жасап па, или бізді алдап тұрғаныңызды білдім, байқадым. Потому что на краска басқаша краска еді, маған краска ұнамаған еді деп на камераға өтірік күліп жатыр қазір қыздар. Шашын жаңа ренжіген сонша шашын шала-шала жуғызып, до конца жуғызбай қашып кеткен. Ал Аяла арғы бөлмеде жылап отыр. Мүлдем ол бөлмеге мені кіргізбей жатыр қазір. Ашу басылғаннан кейін барып Аяланы түсіретін боламын. Қыздармен осылай пранк жасаймын деп ренжітіп алдым. Сонымен салонға апарамын деп уәде беріп жатырмын. Қалай ойлайсыздар, қыздарды салонға апарайын ба? Шаштарын қандай түске боясақ болады? Достар, мына даусын естіліп тұр ма? Аялаға сәл тоқтатып тұр, түсіріп алайын десем, жылап отыр ғой. Жылап деппін ғой, өкпелеп отыр, өкпелеп. Өшіреп тұршы, Аяла сәл. Аяла өшіреп тұршы. Былтыр да достар, естеріңізде ма? Тура осылайтып, менің шашымды жөндеп боямадың деп Аяла жылаған еді бізде. Биыл Жансая жылай ма десем, тағы да Аяла ғой. Неге ұстамайтын краска алас деп. Аяланың құрметіне біз салонға баратын болдық. Салонға барамыз да? Ертең барайықшы. Жаңа өкпелеп отырады ғой, жарты сағат маған сөйлемей. Ой, бұрмай қалай сөйлеп кеттің де. Жарайды, онда достар, Жансаяның каналына влог салатын боламыз. Салонға барып, қыздардың шашын әдемілеп қырқызып, мына ұштары ұштанып кетіпті шаштарының. Қырқызғым келмейді, жақсында да. Кішкене тегістейміз, оны қысқа қылмаймыз ғой. Одан кейін шаштарын бір әдемі прическаға келтіріп, бояйтын боламыз, е? Я, мен жасыл түске ойым. Жарайды, давай, сау бол деп айтқанда. Күліп айтқан, ренжімей айтсаң, сені қолдап жүр. Біздің осымен видеомыз аяқталды. Мә, бүйтіп андай шашымыз не болып, боялып, әдемі болып, өзімізге жарасып шығады десек, тым өтірік қой. Өтірік болып шықты ма? Ұнамай қалды ма? Жарайды. Жақсы достар, лайк басып, Жансая каналына тіркеліп алыңыздар. Сау болыңыздар.